Бұл біз есту қабілетін қайта қалпына келтіруге көмектесетін 1000 адамның ішіндегі алғашқысы. Ол 4 жыл бойы анасының дауысын естімеген. Естіп тұрсың ба? Мен сені жақсы көрем. Кейін біз Келлиге көмектестік. Не? Сьюзиге? Вау! Біз тұтас отбасыларға да жақындарының дауысын қайта естуге мүмкіндік бердік. Бірақ бұлар мүмкін көмектесетін 1000 адамның тек бірнешеуі ғана. Қолымызда жалпы құны $3 миллион болатын заманауи есту аппараты бар. Бұрынғылардан айырмашылығы, олар әр адамның жеке есту қажеттілігін талдайды және ешқандай зиян келтірмейді. Қазір менің дауысымды естіп тұрсың ба? Иә, құдайым-ай. Не? Ол мені естіп тұр. Қазір жылап жіберем. Сіз әкемнің өмірін сақтап қалдыңыз. Ал оныншы адам Айша. Бұрын сізді жиі көретінмін. Бұрын? Жоқ, тоқта, не болды? Білесіңдер ме? Мен кетем. Жоқ. Жарайды, тексеріп көр. Анашым, ол сені әлі естіп тұрған жоқ. Бірақ қазір 3, 2, 1. Сәлем. Мен қызымның дауысын естіп тұрмын. Қазір өз дауысымды сол жақ құлағымнан естіп тұрмын. Қалай естіледі? Билеуде. Құдайым-ау, бұл керемет. Естіп тұрсыз ба? Иә, естіп тұрмын. Қазіргі сәтке дейін біз 40-тан астам адамға қайта естуге көмектестік. Бірақ біз мұнымен тоқтамадық. Кішкентай тосын сый да дайындадық. Мына $10 000 сіздікі. Ала беріңіз. Бүгінгі күн одан да қуанышты болсын деп, тағы $10 000 сыйлағымыз келеді. Шын айтып тұрсыз ба? Иә, тек жүрегіңіз тапқанбасын өтінем. Қайсысы жақсырақ? Есту ме әлде $10 000 ма? Әрине есту. Өйткені мен баламның дауысын естіп тұрмын. Каналымды көресіз бе? Көздеріңізді жұмаласыздар ма? Сені 1 секундқа бола ма? Оларға $10 000 ұтқанымды айта аласың ба? Жақсы, енді көздеріңізді ашыңыздар. $10 000 ұттыңыздар. Құдайым-ай. Үйге барар жолда жүрегім ұстап қалатын шығар. Неге бұл видеода бәрі жүрек талмасына ұшырай жаздайды өзі? Камераға бұрылып, жазылыңыздар деп айтшы. Жазылыңыздар. Міне осылай, Айви, енді танылып келе жатқан блогер. Ал сізге $10 000 сыйласа қалай болады? Өтінемін, есту аппаратының өз үлкен сыйлық алмауы тіпті керемет. Біз сізге тек көмектесіп қана қоймай, үстіне $10 000 бергіміз келеді. Бұл ақшаны неге жұмсайсыз? Сізде 12 немере бар дедіңіз ғой? О, мұнда $12 000 бар. Сенбеймін. Енді әр немереңізге $1000 000 бере аласыз. Әзіл ғой деп айта салыңыз. Міне алыңыз. Бұны не істеймін? Бірдеңе сатып алғыңыз келмей ме? Сатып алғым келетін нәрсе көп. Ендеше енді мүмкіндігіңіз бар. Сіз су мотоциклін айдағанда жақсы көретініңізді айтқан едін. Ақша қимай жүрген, бірақ қатты қалаған затыңыз бар ма? Оған гидроцикл керек. Оның гидроциклі бұзылып қалған. Ал сіз кімсіз өзі? Мен мистер Биспін. Иә, бұл сол ғой. Құшақтасуға бола ма? Сіз менің кім екенімді енді ғана түсініп тұрсыз ба? Иә. Мүлде білмеймін. Сіздерге көмектескен адам менмін. Енді мені танығаннан қарап, сіздерге тосын сый жасай аламын ба? Иә, жақсы. Мен сізге мүлде жаңа гидроцикл сатып әкелдім. Мен жаңа гидроцикл алу үшін әйелімді сатып жібермек едім. Шын айтасыз ба? Онда керек емес. Үлкен рахмет сіздерге. Біз басқа адамдарға көмектесіп жүргенде, Ноланды ең кішкентай пациенттеріміздің біріне сыйлық жасауға жібердім. Мына саған арнайы қызғылт түсті есту аппараты. Мынаны қарашы. Тағы да көп ойыншық алуға қалай қарайсың? Той Алиге барайық па? Қалайсың ғой? Джиммидің ақшасы ғой. Мен бүкіл ақшасын қытам. Мен аны алам. Не бұл? Даусын айма? Маған көбірек керек. Алби. Бұл ең керемет күн. Рахмет, мистер Бис. Бұл менің өмірімде естіген ең керемет нәрсе. Күшті, иә? Айтпаңыз. Сіз мені естіп тұрсыз ба? Өте жақсы естіп тұрмын. Өз даусымды өте анық естіп тұрмын. Ана жақта сөйлеп көр. Колтон ең мықты квотербек кім? Пейтон Мэннинг. Оның естуі керемет. Есту қабілетіңді тексеру үшін біз саған алдағы чемпионат баскетбол ойынына билеттер алдық. Бүкіл отбасымен. Жаңа есту аппаратын сынаудың ең жақсы жері. Тейлор Свифттің концерті емес пе? Барлық дыбысты толық сезесіңдер. Хьюстонға қош келдіңіздер. Сәлем дос, біз баскетбол матчында ешқашан мұндай керемет орындарда отырмаған едік. Рахмет, мистер Бис! Бірақ біз тек ақштағы адамдарға ғана көмектескіміз келмеді. Сондықтан 200 санырау адамға көмектесу үшін Мексикаға ұштық. Жүріңдер! Лео мен Барды мен Сельмай әрдайым қыздардың дауысын естігілер келетін. Бірақ есту технологиясына ақшалар жетпеді. Ал бүгін бәрі өзгереді. Олар ишара тілінде алғаш рет ана мен әке деген сөздерді естиміз деп қатты қуанып тұрғандарын ашып жатырмыз. 3, 2, 1. Естідіңіз бе? Естіп тұрсыз ба? Керемет.
Үлкен рахмет бұны жасағаныңызға. Жай рахмет. Енді естуің керек. Қандай сезім? Алпыс 7 жыл бойы дұрыс естімеген. 3, 2, 1. Қандай әсер? Жақсы. Сені өте анық естіп тұрмын. Қаншалықты өзгеше? Өте қатты. Вау! 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 Біз Гватемалаға да бардық. Бразилияға да. Сонымен қатар Оңтүстік Африка, Малави және Индонезияда жүздеген адамдарға көмектестік. Бұл видеоны түсіру барысында мен бір нәрсені түсіндім. Адамдарды байланыстыратын жалғыз жол есту емес. Ишара тілі адам естісе де, естімесе де бәрін біріктіреді. Бірақ ишара тілін үйренуге қолжетімділік көп жерде әлі шектеулі. Сондықтан біз әлемнің түкпір-түкпіріне адамдарға ишара тілін үйрететін ұйымдарға $100,000 қайырымдылық жасаймыз. Ал бұдан бөлек көмек керек тағы бір адам бар.